Мен компьютерлік сауаттылық курсына өзімнің компьютерлік білімді арттыру үшін қатысқан болатын. Нәтижесінде компьютерді және компьютерден бөлек көптеген пайдалы ақпараттармен таныстым және де 3 тілді ашық меңгердім. Бұл курсқа қатыспай тұрып, мен қарапайым файл құруды да білмейтінмін, ал қазіргі кезде жоғары сыныптардың өздері біле бермейтін көптеген заттарды білдім. Алғашқы сабағында біз компьютердің құрылғыларымен және олардың ағылшынша атауларымен таныстық. Word мәтіндік редакторында құжатты жазып өңдеуді, сауатты теруді, Excel программасында диаграмма құруды, тест жасауды, флешкаға алып салуды үйрендім. Бұл курс мен үшін өте пайдалы болды және мен бұл курсқа қатысқаныма мүлдем өкінбеймін. Компьютерлік сауаттылық үйірмесінде біз аз нәрсе үйренгеніміз жоқ. Өзіміздің қабілетімізді шыңдай білдік, мүмкіндіктерімізді аша білдік. Біз компьютерлік сауаттылық үйірмесінде Excel программасында жұмыс істеу, компьютердің құрылғыларымен танысу, видео редакторда жұмыс істеу, мәтіндік редакторда жұмыс істеу. Кез келген салада өзіміздің компьютердегі мүмкіндіктерді еркін пайдалана аламыз. Мысалға, кез келген бір жоба, басқа нәрсе жасайтын болсақ, біз компьютерден еркін жасай аламыз. Компьютерлік сауаттылықта біз үлкен класстар білмейтін, немесе бізден кейін басқа класстар білмейтін нәрсені біліп, уже өзімізді жетілдіріп келе жатырмыз. Компьютерлік сауаттылық үйірмесінде біз көптеген жетістіктерге жеттік. Аз нәрсе үйренгеніміз жоқ. Өзімізді жан-жақты дамыттық, логикалық талдауымызды да, ағылшын тілі терминдерімізді де еркін сөйлей бастадық, сауатты жаза бастадық. Мысалға, кез келген бір адамның қатесін түзей аламыз, немесе оған бағыт-бағдар бере аламыз. Мен компьютерлік курста өзімнің қабілетімді шыңдай білдім. Біз компьютерлік курста интернеттен қажетті ақпараттарды, компьютерлік сауаттылығымызды арттырдық. Біз осы компьютерлік сауаттылықтан байқаулар, көптеген ойындар ойнадық. Соның ішіндегі қабілет интеллектуалды ойыны өте қызықты болды. Біз сода өз қабілетімізді шыңдап, өзіміздің қабілетті екенімізді көрсеттік. Құжат өңдеуді, видео суреттерді өңдеуді үйрендік. Бұл диаграмма 6 сынып оқушыларының ұстаным диаграммасы. Ұстаным негізінен 3 ережеден тұрады: өзін-өзін дамыту, ата-анасын қуанту және сыныпқа пайдалы болу. Бірінші тоқсанда осы ережелердің бәрін сақтай тұрып, Төлепберген Әлинұр 13 балмен бірінші орынға шығып отыр. Ал екінші тоқсанда Қасымбек Қайсар 12 балмен алғашқы орынға шықты. Ал үшінші тоқсанда Апсатық Сымбат 12 балмен топ бірінші болып тұр. Ал төртінші тоқсанда Асымхан Аружан, Қасымбек Қайсар, Бахит Аймен және Дәулетов Мұрат бірінші орында тұр. Бұл диаграмма арқылы біз нені аңғара аламыз? Бұл диаграмма арқылы біз 6 сынып оқушылары қалай өзін-өзін дамытуға ұмтылатынын, ата-анасын қуантуға қалай құштар болатынын аңғара аламыз. Менің диаграммамның тақырыбы адамдардың бір айдағы шығыстары. Бізде ең көп қолданылатын киім-кешек, дәрі-дәрмек, көмірсуға, жолға және қыдыруға. Бұл жерде ең көп кететін киім-кешек. Сауданың артуына байланысты киім-кешектің бағасы әртүрлі болып өзгереді. Мысалға, бұл айда киім-кешекке 20 мың жұмсақ, келесі айда 25 мың жұмсауымыз мүмкін. Қарқынды жыл мезгілдерінің ауысуына байланысты саудада өте қарқынды жүреді. Мысалға, біз көмірсулығын қолдануымызға да байланысты өзгеріп отырады. Мысалға, бұл айда біз 10 мың төлесек, келесі айда біз экономдап 5 мың теңге төлеуіміз мүмкін. Бұл диаграммада біз бір айдағы шығындарымыздың қайда көп жұмсайтынымызды, қайда аз жұмсайтынымызды біле аламыз. Бұл Қазақстан Республикасының қалаларының тазалық диаграммасы. 13-те 8 балмен ең таза қала Қостанай қаласы болып тұр. Ал ең лас қала 7-те 5 балмен Теміртау қаласы болып тұр. Ал біздің шым қаламыз 13-те 5 балмен 4-ші орында болып тұр. Біз бұл диаграммадан қалалардың қаншалық таза екенін көрсеткішін көре аламыз. Біздің 6-шы В сыныптың білім сапасы 1-ші тоқсан, 2-ші тоқсан, 3-ші тоқсан, 4-ші тоқсан. Жалпы саны 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсандарда 27 болып келіп, 4-ші тоқсанда 26-ға азайды. 1-ші тоқсанда үздік біреу болып тұрып, 2-ші, 3-ші, 4-ші тоқсанда екеуге көтерілді. Екпінді саны 1-ші тоқсанда 8 болды. 2-ші, 3-ші тоқсанда 10-ға көбейді. Рамадан біз сыныбымыздың жалпы үлгерімін көре аламыз. Бұл біздің күнделікті қолданатын күн тәртібіміз. Бұл жерге жататындар ұйқы, спорт, тамақ, сабақ, телефон, ойын. Бұл жерде біз тамаққа, ұйқыға көп уақыт бөлетін болсақ, соны көре аламыз. Мысалы, телефонға көп уақыт бөлінетін болса, оны азайтып жіберуге болады. Осылай телефонның уақытын азайта аламыз. Азайтуға күш саламыз. Бұл басқа елдермен туралы мәлімет.
халық саны 16 миллион, 45 миллион, 58 миллион, 35 миллион. Бұл елдер Қазақстан және Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан. Қазақстанда 16 миллион, Ресейде 45 миллион, Өзбекстанда 58 миллион, Қырғызстанда 35 миллион. Бұл экономикасы және мынау барлығы жалпы саны. Бұл жерде біз басқа елдердің қанша пайыз алып тұрғанын көре аламыз. Бұл жерде басым бөлігінің қанша пайыз алып тұрғанын, қанша пайыз аз болып тұрғанын көре аламыз. Мынаны өшіретін болсақ, мына санды автоматты түрде бұл ауысып кете салады. Италиянікі бағана екінші орында тұрған еді, қазір оның саны 4%-ға өзгеріп кетті. Мен өзімнің тақырыбыма үш ел туралы алдым. Олар Түркия, Франция және Ұлыбритания. Мен оларды бүгін халық саны және экономикасы мен көлемі туралы айтып кететін боламын. Халық санына келетін болсақ, көш бастап тұрған ол Түркия, ол 82 миллион 3882 адам. Ал екінші Ұлыбритания 67 миллион 545 мың 757. Ал үшінші Франция 67 миллион 20 мың. Ал экономикасына келетін болсақ, Ұлыбритания көш бастап тұр 3,31 триллион. Көлеміне келетін болсақ, Түркия көш бастап тұр, ол 783 мың 356. Ал келесі Франция 640 мың 679. Келесі ең кіші елге келетін болсақ, Ұлыбритания, ол 242 мың 495 шаршы километрді алып отыр. Бұл біздің жемістер, ал оның қазіргі таңдағы бағалары. Бұл біздің диаграмма, ал диаграммада таңқурай ең қымбаты болып тұр, ал қазіргі таңда жаңғақ ең арзаны. Бұл диаграммадан біз бәрін көре аламыз, ең қымбат, ең арзанында. Бағаларын ауыстыра отырып, біз ауыстыра отырып диаграммаларды да өзгерте аламыз. Мінекей біз осылай өзгерте де аламыз. Бұл диаграммада Шымкент халқында тұратын ұлттар берілген. Ең көп пайызды құрап тұрған олар қазақтар, ал 18% құрап тұрғандар өзбектер. Ал ең азы олар татарлар. Енді Шымкент қаласындағы ауа райы. Дүйсенбі күні біз ылғалдықтың 51% болып тұрғанын көреміз, ал жаңбырдың 10%. Ал ең көп пайызды құрап тұрған ол ылғалдық пен жаңбырдың ең көп пайызды құрап тұрған ол сенбі күні. Бұл жерде пәндер туралы айтылған 6А, 6Ә-ның 90-дық бағалары. Бұл жерде қана 50 балға жетеді. Жаратылыстану, тарих, матем, қазақ тілінен берілген балдар. Бұл диаграммадан, бұл жерде жаратылыстанудан көп бал алып тұрғанын, математикадан төмен болып тұрғанын көре аламыз. Бұл диаграммадан біз ауа райын көре аламыз. Бұл жерде Шымкент қаласы ең ыстық, ал Нұр Сұлтан қаласы ең суық болып саналады. Бұл диаграммадан біз көкөністің қаншасы сатылғанын, қаншасы сатылмағанын көре аламыз. Бізде 45% сатылғанын, 5% сатылмағанын көрсетіліп тұр.